Сәлем достар, бүгін біз балмұздақ істейміз. Оған керек заттар: сүт, сахарная пудра, сухой сливки, шекер, наружный крахмал және пектин. Таразымызды қосамыз, пияламызды қоямыз, оның салмағын алып тастаймыз, сливкимізді саламыз. Сливкиді 60 грамм саламыз. Сахарный пудра 100 грамм қосамыз. Жүгері крахмалынан 25 грамм қосамыз. Сүттен 500 грамм қосамыз. Міне достар, осы заттармен балмұздақ істейміз. Міне достар, жаңағы заттарымыздың бәрін салып сүтке пісіріп алдық. Енді бұның үстіне кілегейімізді қоямыз. Достар, енді кілегейімізді блендерға салып араластырамыз. Достар, енді кілегейімізді жаңа пісіріп алған қоспамызға қосамыз. Достар, мороженымыз дайын, енді қалыбына құямыз. Достар, морожендарымызды қалыбына құйып болды, енді таяқшаларын қоямыз. Морожендарымыздың таяқтарын қойып болдық. Енді мороженымызды морозильникке 10 сағатқа қойып қоямыз. Достар, сау болыңыздар. Бізді қолдап, комментария жазып, лайк басып, біздің арнаға тіркеліп кетіңіздер.